Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Құтты арнасын көрермендері. Бүгін 30 қыркүйек. Кешкі сағат 6:30. Бүгін күн жел бізде. Қатты жел. Осыдан бір 2-3 күн бұрын жаңбыр жауды. Жаңбырдың ызғарыма күнде біраз салқындап кетті. Күндіз 15 градустың айналасында, кешке түнде 9-10 градустай болып тұр. 2-3 күннен бері күн салқындағалы жылқылардың да шыбындауы басылып, шыбындығын қойды. Тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін кешкі мал жайлау деген тақырып. Түйелердің барлығы сауылып болды. Түйелерді айдап келдік кешке. Бұлар өздігінен келмейді, күнде ауылға айдап келіп, кешке сауып аламыз. Тәртіп салып, өрістеріне кетеді. Сосын бұларға жау жапқан жоқпыз. Жабуларын бұйырса осы айдың, октябрьдің, қазан айының ортасында немесе қараша айының басында жауамыз. Боталар сол күндегіше таңертең түйе сауылып болғаннан кейін өрістеріне кетеді. Түйе өріске кеткеннен кейін бұлар да өріске кетеді. Түйелердің алдына 1 сағаттай бұрын қамап жемдерін беріп қоямыз, жем-шөптерін. Осындай біздерде тыныш, біз аманшылық ауылда. Жер көктеп жатыр бізде. Өрісте боз еркектің түбі 4 ел, 5 ел сондай қалың шықты. Сосын осыдан бір 4-5 күн бұрын кәрі қойларды айырып тастадық. Соларды көрсетемін сіздерге. Мыналар міне емдеп жатқан кәрі қойлар. Кәрі қой болғанда 4-5 туған қойлар. Тістерінің көбі ұшын шалған. Сондай өткенде туған егіз қой. Олардың да қозылары өсіп қалды. Жалпы бұларды 3 айда жемдейміз бұйырса. 3 ай бордақылап. Бұларға қазір арпа, кебек, бидай барлығын араластырып беріп отырық. Чекелер бұларда жемделіп тұр. Биылғы лақтар кішкентай, бұрынғыдай емес. Себебі биыл лақты жай шығардық. Жазға жақын шықтық қорадан. Осындай. Бұлар да жемін жеп алды қазір. Бұлар 2 мезгіл таңертең кешке жем жейді. Біз қайта шөбін береміз. Мұнда қошқарлар. Бұлар да сол қойлармен бірге 2 мезгіл жемін жейді. Өткенде алған аржағында қара қошқар. Күйлері жақсы. Қойға түсуге дайын. Бұларды бұйыртса осы қазан айының 5-10-дарында қойға қосып жібереміз. Осындай. Жалпы бізде сатып алуға жақын жерде қошқар болмай тұр. Негізінде тағы да қошқарлар алуымыз керек. Бірақ жақын жерде дұрыс қошқар жоқ. Қара қошқар баяу екен, өткенде сатып алған. Ана өзіміздікі асау бол кішкене. Жасы анадан 1 жас үлкен, бергі қараның. Мына 1 жас кіші. Мына қозы да биыл. Тамыр шығып кетті. Жалпы қой жем дегенде, дені сау қой жем деген жақсы. Дені сау дегенім көбінше қойлардың өкпесі кетіп қалады. Сол өкпесі кеткен қой қанша жемдесең де семірмейді.
Оның қасында өкпесі кеткен қойдың қасында ақсақ қой деген жақсы. Ақсақ қой ол семер береді ақсаған қойлар. Өкпесі кеткен қойды қанша жемдесең де ол семірмейді. Сондықтан қой жемдегенде байқап дені сау өкпесі кетпеген қойды жемдеген жақсы. Рас күлге келтір. Өткенде бордақ жаңадан салған 4 тайдың қасына тағы да бір 3 тай қосып қойдық. Қазір солардың бәрін көрсетем. Өткендегі жемдеп жатқан сиыр мінекей осындай. Жалпы бұл сиырдың жасауы осындай. Оңғыстан Ашмаралдан тұрады. Жамбасының сүйектері шодырайып, ол семірсе де сүйегінің шодырауы басылмайды. Бұл жемді қатты жеп тұр, бірақ мөлшерінен артық беріп жатқан жоқпыз. Берсең жей берейін деп тұр. Көп берсең көп толып қалады, сондықтан өзінің бір мөлшерін беріп отыр қазір. Жемін тауысы болған шығар, тауысы болған. Мына бордақ өткендегі бордақлардың қасына мына 3 тайды қостық. Бұл алаш торы дейтін айғырдың малдары. Бұлар өткендегілер. Бұлар жемді толық үйренді. Үшеуі әлі дұрыс үйренген жоқ, бірақ бұларды да бұйырса бір 4-5 күн тағы да жемдеп мына бордақлардың қасына қосып тастаймыз. Бұларды кеше егіп тастадық үй бермекпен. Бұйырса енді бір апта болмаса 10 шақты күннен кейін сағы да егеміз. Мына төртеу ғана, үшеуін жасқап жем жегізбейді. Бұрышқа тығып тастапты. Осындай. Жалпы осы мына төртеу аққұйрық дейтін айғырдың балдары ғой. Тілең мінездер шақыр. Мінесіз тістеп теуіп сөйтіп тұрады. Сондай жақта өткендегі бордақлар, бұлар семіз күйлер. Адамдар да дайын тұр. Бұйырса 5-10 күннен кейін апарып тастаймыз үйлеріне, соғым қойды. Бұларға да кебекке азғантай бидай қосып беріп отыр. Көп қоссаң жемей қалады келесі күні. Бидай ауыр жем, сондықтан азғантайдан қосып отырық. Бұлардың күйлері керемет енді. Бұлардың ішінде соңғы түскені осы. Бұл да жаңа алаш торы дейтін айғырдың баласы. Енді үйерде бір бала салды, соны салттаймыз. Мыналармен бірге салмаған себебіміз өткенде жоғалып кетті. Айғыр талап. Мыналарды мына 3 тайды айырғанда тона үйердің ішінде болмады. Содан көрші ауылдан хабар шығып, оны іздеп таба алмай жүрсек, бүгін үйеріне қайта қосылды. Енді соны бұйырса айдап аламыз. Жылқар қазір құдыққа келіп тұрған жоқ, ауылға суға. Тұрандардың барлығы толы, өрсе. Оны айдап келмесе екен өздігінен келмейді бар. Бұйырса соны да салып тастаймыз. Қайта әлде салынбаған тайлар бар. Барлығын жайлап сала береміз. Қол басаған кезде айтпақшы сосын мынандай асталар жасап қойдық. Ар жағынан көрсетейін. Аяқ тастау қоймасақ жемнің бәрін аяғын салып төгіп тастады, сондықтан осындай астау жасап қойды. Ана аяқталардың барлығына, аналарға да сөйтіп. Сосын мынандай 4 шабағы салдық. Оларды салған себебіміз бұлар кәрі иелердің құлындары. Негізінде енесімен салып жемдейміз деп ойлағанбыз. Онымен енесімен бірге жемдеуге енелердің үш өсіп кететін болды. Себебі олар мына жерде бордақыда 3 ай тұрады. 3 айда 2026 болып кетейін тұр.
іштері өсіп құлындауға жақын уақыт болып қалайын тұр. Сондықтан келесі жылы ол биелерді жазда құлынымен жемдейтін болып қалдырып қойдық. Биылша тек құлындарын айырып алдық. Жалпы біздің Маңғыстау жерінде жылқы деген ерте туады. Жиі ерте құлындайды. Желтоқсан, қаңтар айларында құлынның алды көрінеді. Сондықтан ол биелерді салған жоқпыз. Туарманға келіп тұрған биені обал болар деп. Бұлар салып жемге түскеніне кеше айырдық қой, күні кеше. Бүгін жемді аз салып қойыпты. Мен жаңа қойдан келіп едім ғой, жем салғанда болған жоқпын ол жақтан. Бірақ ауыздары жем, мыналар барлығы да жем жеуге бастап атқан сияқты. Бұлар дәл еккен жоқпыз. Бұлар бұйырса 4 ай тұрайын тұр. Бұрын жабағын 3 ай жемдейтінбіз, 3 айда қатты семірмейді. 4 ай керек бұларға. 4 айда керемет болады. Міне өйстіп аяғын салып ат. Ей! Біздің жылқылардың жалпы ерте тууының бір себебі, бізде күн ерте жылынып кетеді ғой көктемнің уақытында. Наурыз уақытынан бастап, наурыз айынан бастап жер көктейді. Жылқылар айғырдан ерте шығып кетеді биелер. Сондықтан ерте туады. Осындай жабағылар. Жалпы өткенде бір көрермен жазып жүріпті, жылқылар арық қой деп. Биыл бізде түйе семіз, қой семіз, сиыр да жақсы. Жылқының күйі төмен, бірақ білмеймін, шөптің жұғымы нашар ма? Жер жақсы болғанмен жылқылардың күйі төмендеу. Өрістегі далада жылқылардың да барлығының күйі төмен. Шөптің жұғымы нашар болды деймін. Болмаса күн төменгі шілденің мезгілдерінде қатты ысып кетті, 43-44. Сол аста жылқы өтіп кеткен болуы мүмкін. Күйлері нашар болғанмен қыстан шығатын күйі бар да, бірақ жаңағыдай етке тапсыруға күйсіз. Шүкір ғой, бұларды жайлап жемдеп жібере береміз ғой. Жемдері, жемнің бағасы кебек 2500 теңге бізде Маңғыстауда. Сосын өткенде арпаны 4500 теңгеден алдық, 40 килограмм. Бидайды онда 4500 теңгеден 40 килограмм. Тартылмаған бүтін арпада, бидайда. Тартылған жем болмады, негізі тартылған берген жақсы сияқты. Былтыр тартылғанмен жемдедік. Өрістен жайылып келіп тағы шөп жеп отыр. Ол жаңа үйдегі ботал түйелердің біреуі. Осындай. Мыналарға жемді аз салған себебіміз күп толық болар деп, біреу жейді, біреу жемейді, жаңадан түскен ғой. Жалпы жылқы бордақылағанда ең қиын уақыт осы. Басында бордақылаған, басында бір 10-15 күн. Одан кейін бәрі бір тек жемереніп кеткеннен кейін оңай бола береді. Бұл жабағылар айтпақшы Қарақасқа деген айғырдың малдары. Мына қарабенің тумаластары. Мынау да сол Қарақасқаның малдары. Жаңа кәрбие деп отқаным Қарақасқаның алды жалпы 2010 жылы айырылған қызырақ қой. Бұның шешелері, енелері 2009-ның құлындары. Қарақасқа деген берде салынды 2015-16-ларда, оның алдында басқа бір қызыл айғыр жүрді. Қарақасқа артынан салынған айғыр. Міне мына Қарақасқа тай, мына қарабие, бәрі сол Қарақасқа айғырдың балдары. Өткендегі шетпеден келген, ол да тентек екен. Ана биеге шауып айғыр қылдаса жүр. Қырса қандай болып.
мына кері ғой жаңа шетпеден келтеп отқан. Бұлардың барлығы дайын тұр бұйырса. Күйлері керемет. Сосын өткенде бір көрермен қыста да осы жерде тұра ма дейді. Иә, қыс бойы осы жерде тұра береді. Ақтысын ғой, мына бөшкелер бар. Қыс жалпы бізде жыл өтеді ғой. Қыстағы орташа температура бізде плюс 5 градус пен минус 5 градустың аралығында болады орташа. Кейде одан жылы болып келеді, кейде одан салқын болып келеді. Жалпы 15-20 градустық аяздар тек қана 2-3 күн болады. Одан кейін аяз сынып қайта күн жылынады. Сондықтан осы жерде бордақылай береміз. Бұлар да енді қаңтар айының ортасынан ойлап тауысамыз деп ойлаймын. Барлығын жемдеп тапсып. Бидайды бүтірлетіп отыр бұлар. Соңғы түскен торы. Бір айғыда ешкен жоқ еді. Бірақ жақсы оңып қалды бұл. Осытайда жып-жыбыс шетпе дейтін айғырдың баласы ғой. Баяу да, адамнан көп қашпай дүрікпейді. Мыналар жаман, мыналар асыл. Түйелерде бүгін өрістен ерте келіп қалды ма? Жатпай жүр ана жаққа барып. Бүгін қораны ақтап жатады жар. Күн суық тұғы бүгін. Мына жақта қойлар кетір. Қазір бұйырса осыларды қамаймыз. Мен бүгінгі шаруамыз бітеді. Мана қойда жүрсем өрісте қара торғай көбейіп кетті. Қара торғай жалпы суықтың торғайы күн суытардан бұрын келеді. Қара торғай келгеннен кейін күн суытып кетеді. Сол бүгін өрісте толып кетті. Қойлар әлі жайлы отыр. Мыналарды ауылға айдап бармасам, мына жерге жатып алайын тұр. Бір түнекке үйреніп қалған. Қораға қарай жүргісі келмейді. Күнде кешке келіп осы жерге жатып алады. Үйден бір 300-400 метрдей жерге. Бұлардың түнекке келгеніне 3-4 күн болды. Өткенде жаңбырдан бір күн бұрын келдік ауылға. Күйлері міне осындай. Қойлардың күйі жақсы. Керемет күйлері. Бұлар осы күйін мына қаңтар айының басына дейін, ортасына дейін ұстайды. Сосын жайлап жүдейді. Тұна наурыз айының ортасына дейін. Сосын сәуірден бастап бойдақ малдар қайта семіре береді ғой. Қойларда көк қуалай ма өрісте бұрынғыдай шашылып бытырап жайылмайды қазір. Жүріп жайылып жүр. Күннің салқындығынан ба сауылып жүріп кетеді. Жақыннан бір көрсетіп жіберейін күйлерін. Қатты жақындай алмай кеттім, жақындасам қаша береді. Жайлап айдап барайыншы деп. Осымен бүгінгі видео тәмам. Назар салып қарағандарыңызға, тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.
лайк басып пікір қалдырып қолдап жатқандарыңызға да көп көп рахмет. Аман сау болыңыздар.